Жалпы тәңіршілдік дегеніміз бұл дін емес. Халықты, елді араңдатып, ұлтаралық, дінаралық алауыздықты қоздыруға болмайды. Бұл үлкен күнә. Жалпы тәңіршілдік дегеніміз бұл дін емес. Дін деп атай білу үшін бұл екі түрлі ұғым бар. Біріншіден, Алла тағала тараптан түскен илахи дін болу керек. Бұл біз білетініміз христиан, ислам және де иудаизм діні дейміз. Екіншісі, адамзаттың өзінің ойлап тапқан діні, бұған біз жасанды дін дейміз. Ислам дінін арабтың діні деп емес, жаратқан Алланың хақ діні деп сенген халық. Мұнымен қоса, біздің ата-бабамыздың ешбірі, біздің ұлттық дініміз, ата-баба дініміз тәңіршілдік деп ұрпағын тәрбиелемеген. Егер тәңіршілдікті дін деуге келетін болса, оның қалыпты дін атаулыға тән пайғамбары, немесе қасиетті мәтіні болу керек. Ал енді біз дінді дін деп атай білу үшін оның өзіндік бір талабы, критерийі, оның атрибуттары болу керек. Бірінші кезекте Құдайға деген сенімі, және де пайғамбары болу керек, және де оның қасиетті мәтіндері болу керек, оның насихаттайтын дін адамдары болу керек, күнделікті атқаратын құлшылықтары болу керек, олардың діни мейрамдары болу керек, және де ғибадатханасы болу керек. Міне осындай атрибуттары болған кезде ғана біз оны дін санатында жатқыза аламыз. Қайшы жағдайда адамның ойындағы әртүрлі сенім бұл наным ғана болады, бұл жай ғана сенім ғана болады. Бұны біз дін мен шатастыруымызға болмайды. Сондықтан да тәңіршілдік дін емес, бұл жай ғана наным-сенім. Дінді зерттеген ғалымдарымыз адамзат тарихында 5000-дай наным-сенімнің болғандығын айтылады. Қазақ халқы кеше мұсылман болған халық емес. 751 жылдан бастап қазақ даласында ислам діні қанат жайған, және де қазақ халқы сол уақыттан бері қарай 1250 жылдан астам уақыттан бері қарай діні менен дәстүрін біте қайнастырған ұлт. Және де қазақ халқын біз ислам діннен бөле жара қарай алмаймыз. Өйткені біздің болмысымыз, біздің тарихымыз, біздің ақын жырауларымыз, біздің әдебиетіміз, ауыз әдебиетіміз, ертегілеріміз, жазбаларымыздың барлығы да ислам менен біте қайнасқан. Сол себепті біздер кеше мұсылман болған қауым емеспіз. Бүгінгі еліміздің мұсылман қауымын араб құлдар деп келемеждеуде. Әлемде қаншама ұлт ұлыстан тұратын мұсылмандар бар. Сонда олардың барлығы араб құлдар болғаны ма? Ислам араб пен араб еместің ұлтына немесе ұстанымына қарамайды. Керісінше араб емес кісі араб ұлтының алдында өзінің Алладан қорқатын діндарлығы мен тақуалығы мен дәрежесі жоғары болады. Біздің құлшылықтарымыз араб ұлтына емес, жаратушы бір Аллаға ғана арналады. Халықты, елді араңдатып, ұлтаралық, дінаралық алауыздықты қоздыруға болмайды. Бұл үлкен күнә.